Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай яркий, әдемі десерттің жасалу жолын көрсететін боламын. Ең маңызды ингредиенті мандарин болып табылады. Қазір сіздерге қасықпен алып көрсетейін. Сондай нәзік, үлбіреп тұрады, ал дәмі сондай ерекше. Ең алдымен желатиндерімізді бөктіріп қояйық. Ол үшін бізге керекті мөлшерін алып, оның үстіне суымызды құйып қоямыз. Салқын су болса да бола береді. Ол 10-15 минуттай тұруы қажет. Содан кейін керекті мөлшердегі мандариндерімізді тазартып, блендердің ішіне салып бастаймыз. Мінекей барлығын тазалап алдық. Енді блендерімізді іске қосып, барлығын майдалап алатын боламыз. Сол кезде мандариніміздің соғы, яғни шырыны бөлінеді. Өзім мандаринді өте қатты жақсы көретін болғандықтан, осы десертті көптен бері жасағым келіп жүрген. Мінекей блендерден кейін барлығын сүзгіден өткіземіз, яғни мякітін алып қалатын боламыз, ал қалған барлық шырынын осылай табағымызға құйып аламыз. Бізге қалған мякіті қажет емес. Ендігі кезекте табамызды орташа отқа қойып, керекті мөлшердегі шекерімізді салып жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін бөктірілген желатинімізді салатын боламыз. Мінекей, осылайша барлық желатинімізді салып алғаннан кейін до кипения состояниесіне дейін келтіреміз, яғни қайнағанға дейін жақсылап араластырамыз, бірақ қайнатпауымыз қажет. Сәл суытып алып, осылайша керекті ыдыстарымызға теңдей етіп құйып аламыз. Бізге қажетті әдемі формаға келтіру үшін осылай стакандарыңызды қисайтып қойғандарыңыз жөн. Содан кейін холодильникке жөнелтеміз. Яғни желатин әсер етіп қатып қалуы қажет. Содан кейін десертіміздің келесі бөлігінде дайындай берейік. Ол үшін бізге сүт қажет. Оған керекті мөлшерде шекерімізді қосып және араластырамыз. Содан кейін бөктірілген желатинімізді салатын боламыз. Барлығын до кипения состояниесіне дейін жеткіземіз. Араластырып тұруды ұмытпаңыз, бірақ қайнатып жібермеңіз. Қайнағанға дейінгі сәтте оттан алатын боласыз. Мінекей, осылай сүтіңізді бөлек ыдысқа қойып, сәл суытып алыңыз. Оған дейін сіздің мандаринді қоспаңыз қатып үлгереді. Мінекей, қатты, әдемі формаға келді. Сол сәтте ғана барып, суыған сүтімізді үстіне құятын боламыз. Міндетті түрде мандаринді қоспаңыз тығыз консистенцияға айналуы керек. Себебі егер сіз ерте алып қоятын болсаңыз тоңазытқышыңыздан, онда масса дұрыс қатпай, келесі қоспамен араласып, әдемі форманы бермейтін болады. Мінекей, сүтіміз әлі сұйықтау, енді осы қоспамызды және тағы холодильникке жібереміз. Сол кезде осындай керемет әдемі десерт дайын болады. Қараңыздаршы, көздің жауын алады емес пе? Түсі қандай яркий, қонаққа беріп ұсынсаңыз да керемет.